ақын да, ғалым да, елші де, кенші де ұстаздан білім алған. Қазақта ұстазы мықтының ұстаны мықты деген аталық сөз бар. Ендеше осыны ескерсек, адамгершілігі мол рухани тұлғаны қалыптастыру ұстаздардың еншісінде. Енді абыройлы ұстаз формасын студенттер көзқарасымен ұсынсақ. Әлемнің әйгілі екінші ұстазы Әбу-Насыр әл-Фараби поэт. Ең бірінші кезекте тәртіп болу керек. Тәртіпсіз салынған білім құрдымға келеді. Яғни абыройлы ұстаз деген тәртіпті ала қоятын және сол тәртіпті өзі орындайтын ұстазды айтамыз. Абыройлы ұстаз материалдық құндылық пен рухани құндылықты ажыратып, білімді ешқандай ақшаға айырбастамайды. Абыройлы ұстаз салауатты өмір салтын ұстанып, айналасындағыларды жаман қылықтардан аулақ жүруге, қоғамда сау ұрпақты тәрбиелейтін жанашыр жан. Қытайдың ұлы Конфуций былай деген екен: егер маған айтсаңыз, мен ұмытып қаламын, маған көрсетсеңіз, есте сақтаймын. Ал менің өзіме жасатып көрсеңіз, мәңгі ұмытпайтын боламын. Осыған сүйене отырып, абыройлы ұстаз деп шәкіртіне білім алуға мүмкіндік беретін ұстаз деп. Абыройлы ұстаз әрқашан білімін жетілдіріп, заманауи технологиялардан қалмай меңгерген және сол біліктілігін шәкірттерінің бойына сіңіре білген тұлға. Абыройлы ұстаз алдында отырған әрбір шәкіртті индивид ретінде қарайды, студенттің бейімділігін анықтап, талантын аша біледі.